Сәлем достар, сіздермен бірге Айман, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше дәмді болып шығатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қонақ күткенде дастархан әдемі сән беретін пирог. Бұл пирогтың аты вишня под снегом деп аталады. Қажет ингредиентті барлығын описаниеда қалдырамын. Ең алдымен осы жұмыртқаның сары мен ақ уызын бөліп аламыз. Дәл видеодағыдай. Үстіне шамалы қант қосамыз. Ұнымызды ситырдан өткізіп, үстіне сары майды теркадан өткіземіз. Осындай қамыр дайындаймыз. Қамырымызды осы формамыздың астына пергамент төсеп, осылай қамырымызды формаға орналастырамыз. Осылай әдемілеп тұрып өзіңізден ыңғайлы орналастырып алдыңыздар. Жайып алдыңыздар форманы жақсылап тұрып. Осылай вилкамен арасын осы тесіп қою жан-жағын дұрыстап. Енді начинкасын дайындаймыз. Замороженный вишня болды менде, үстіне крахмал қостым. Араластырамыз жақсылап, және қант қосамыз. Осы үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алсақ, формамызға саламыз пирогтың үстіне. Духовкаға саламыз. Пирогымыз піскенше бетіне ақ-уыздан осындай ақ-уыз бен қанттан крем дайындаймыз. Тура слез ангел сияқты дайындалады енді осы жері. Осылай дайындаймын, дайын болды. Енді осыны пирогтың бетіне, пирогымыздың уже пісті, байқаған шығарсыздар видеода, пирогтың бетіне осылай саламыз. Осылай толықтай саламыз. Сосын әдемілеп қасықпен осылай түртіп шығамыз. Тура слез ангел сияқты бір 10-15 минутқа духовкаға тағы да жібереміз. Ал біздің пирогымыз дайын болды. Міне сіздерге көрініп тұрған жер қандай әдемі болып шыққан. Түрін өзінен білуге болады дәмі қандай екен. Мен YouTube каналыма тіркеліп осы рецепті жасап бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Айман. Ас болсын. Осындай вишня под снегом деп ерекше рецепт сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса рецептісімен мені белгілеп бөлісіңіздер. Ас болсын.